Тіл білімінің заңғары Исмет Кеңесбаев. Түрколог, тілтанушы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Исмет Кеңесбаевтың туғанына 115 жыл толуына орай жеке қызмет көрсету бөлімі оқырмандарға арнап дауыстап оқу сағатын ұсынады. Исмет Кеңесбаев 1907 жылы 15 ақпанда Түркістан облысы Созақ ауданы Жанысата ауылында дүниеге келген. Исмет Кеңесбаев 1931 жылы Санкт-Петербургтағы шығыстану институтын бітірген. 1931-1934 жылдары Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының халық ағарту комиссариатында әдіскер. 1932-1946 жылдары қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқытушы. 1932-1935 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының редакторы. 1933-1936 жылдары Алматы мемлекеттік медицина институтында кафедра меңгерушісі, қазіргі Қазақ ұлттық медицина университеті. 1936-1939 жылы КСРО ғылым академиясының Қазақ бөлімшесінде аға ғылыми қызметкер. 1943-1951 жылдары Қазақстан ғылым академиясының вице-президенті. 1951-1961 жылы Тіл және әдебиет институтында аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі. 1961-1978 жылдары тіл білімінің институтының директоры. 1978-1987 жылы осы институтта бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. 1988 жылдан бастап өмірінің соңына дейін ғылым академиясының төралқасының кеңесшісі болған. Исмет Кеңесбаев қазақ тіл фонетикасының және лексикологиясына, лексикографиясы мен этимологиясына, тіл тарихы мен туыс тілдердің бір-бірімен қарым-қатынасына арналған көптеген іргелі еңбектерінің авторы. Қазақ тілінің фонетикасы мен фразеологиясының зерттелуі Кеңесбаевтың есімімен байланысты. Қазақ мектептерінің бірнеше толқын түлектері Кеңесбаев жазған оқулықтармен сауат ашты. Ана тілінің ғылыми жүйесімен танысты. Ғалымның қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясының талдаған ғылыми монографиялары жоғары оқу орындарында негізгі оқулықтардың бірі ретінде күні бүгінге дейін қолдануда. Көп жылғы зерттеулерінің нәтижесінде Исмет Кеңесбаевтың қазақ тіл фразеологиясының сөздігі жарық көрді. 1977 жылы Қазақ КСР-ның мемлекеттік сыйлығы, 1978 жылы Кеңесбаевтың басшылығымен қазақ тілін түсіндірме сөздігі 2 томдық 1959-1961 және қазақ тілінің орфографиялық сөздігі 1961 жылы 2 томдық орысша қазақша сөздігі 1978-1981 жылы жарыққа шықты. Исмет Кеңесбаев бірнеше рет дүниежүзілік түркітанушылар симпозиумдарына қатысып, ғылыми баяндамалар жасады. Еңбек қызыл ту, қызыл жұлдыз ордендерімен марапатталған. 14 февраля 2022 года в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан мы представляем литературно-музыкальный вечер «Тіл білімінің заңғары» Исмет Кеңесбаев в онлайн-формате, посвященный 115-летию Кеңесбаева Исмета Кеңесбаевича, языковеда-тюрколога, одного из основоположников казахского языкознания, доктора филологических наук, профессора, академика Национальной академии наук Казахстана. Кеңесбаев Исмет Кеңесбаевич родился в 1907 году в селе Октябрь Сузакского района Шымкентской области. Учился в Казахском педагогическом институте в Ташкенте. После окончания второго курса был направлен в Ленинградский институт востоковедения на тюркологическое отделение. В 1931 году, окончив институт, работал преподавателем в Казахском педагогическом институте. В 1933-1936 годах заведующий кафедрой языков Алматинского медицинского института.
Он является автором 250 научных работ, исследовал проблемы казахской фразеологии, фонетики, фонологии, лексикологии, истории, становления и развития казахского литературного языка, прикладной лингвистики, терминологии, орфографии. Сформировал казахстанскую школу фразеологов. Часть работ посвящена вопросам взаимоотношений языков народов бывшего СССР, а также проблемам перевода. В знак признания его заслуг в области тюркологии избран членом Турецкого лингвистического общества. Является автором и соавтором стабильных учебников, учебных пособий по казахскому языку для школ и филологических факультетов высших учебных заведений. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями и несколькими почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.